Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай әрі ерекше болып шығатын қолжетімді ингредиенттерден дайындалатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны қарап рецепті сақтап алсаңыздар болады. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: піскен тауық еті, колбаса, морков, картоп және де жұмыртқа, майонез қажет болады. Картоп, морков, жұмыртқаны алдын ала үгіштен өткізіп дайындап аламыз. Ал піскен тауық еті мен колбасаны ұзынша етіп турап аламыз. Ең алдымен тарелкамызге үгіштен өткізілген картопымызды саламыз. Үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Дәл осы салатты мерекелік столға алда келе жатқан жаңа жылға дайындасаңыздар, қонақтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Майонезімізді жағып болғаннан соң ұзыншалап туралған колбасамызды салып шығамыз. Тағы да майонез жағамыз. Содан соң үгіштен өткізілген морковымызды саламыз. Майонез жағып шығамыз тағы да. Енді үстіне тауық етін саламыз. Тауық етінің үстіне жұмыртқаның тек қана ақ уызын үгіштен өткізіп саламыз. Сары уызын салаттың бетін әсемдеуге алып қалдым. Салаттың бетін әркім өз қалауынша әсемдеуге болады. Үстіңгі жағына майонезімізді көбірек саламыз, себебі барлық жеріне майонез жағып шығуымыз қажет. Дәл видеода көрсетілгендей. Жұмыртқаның сары уызын мен салаттың екі жанына ғана сеуіп шығамын, ал ортасын жасыл бұршақпен әсемдейтін боламын. Салатты әркім өз қалауынша әсемдеуге болады. Жасыл бұршақты осылай ортасына және де жандарына қойып шығатын боламын. Достар, біздің салатымыз дайын болып қалды. Өте оңай әрі тез дайындалады. Қарапайым ингредиенттерден тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел. Баршаларыңызға рахмет.